сәлем. Ұйқыларың келмей жатыр ма? Ендеше мен сендерге қорқынышты оқиғалар баяндап берейін. Кетті. Bir күні мен үйде жалғыз өзім қалдым. Кенеттен шөл қысып шай ішкім келді. Содан ас үйге барып бір шайнек шайды алып бір ішіп алдым. Бірақ құр шаймен тоймайды екенсің. Сол мезетте мамамның мені жасырып қойған компьютерге есіме түсті. Кейін содан дәм ауыз тигім келді. Ұрлайын деген ойым болған жоқ. Жай ғана ауыз тигім келді. Содан не керек шкафтың үстінде тыққан болар деп қолымды жүгіртіп едім. Оның үстінде тұрған үтікті байқамай үстіме құлатып алдым. Тоқта, қуанышқа орай ол менің басыма құлаған жоқ. Ол менің аяғыма құлады. Тоқташ, ей бауырым, тақырыптан ауытқымасайшы, қорқынышты әңгіме айтсайшы, не мынау? Жарайды, ендеше жайғасып отырыңдар. Мен сендерге өзімнің басымнан өткен қорқынышты оқиғаны айтып берейін. Күндердің күнінде мен үйде тағы да жалғыз қалдым. Кенет жалп етіп тоқ кетіп қалды. Қорқынышым одан әрі арта түсті. Қараңғы болған сонша ештеңе көрінбейді. Қолыма қолшамды тауып алып, жағып өшіріп, сөйтіп отырып уақытты өткіздім. Көптеген уақыт өткен соң тоқ келді. Бағана қорқыныштарым бәрі бірден сейіліп кетті. Бұл менің басымнан өткен қорқынышты оқиғалардың бірі. Мынау ма қорқыныштың тым қызық емес. Бұдан да қорқынышты әңгіме керек бізге. Қане айт. Жарайды, ендеше өте қорқынышты әңгіме айтып берейін. Өз абалдарың өздеріңе. Bir күні тағда үйде жалғыз өзім қалдым. Үйде жайбарақат отырған едім. Кенет құлағыма жылаған дыбыс естілді. Мен сол дыбыстың қайдан шығып жатқанын тексергім келді. Кейін ол дыбыс біздің үйдің ескі айнасынан шығып жатқанын байқадым. Денем түршігіп кетті. Сосын айнаға жақындап едім. Дыбыс жоқ болып кетті. Кейін айнаға қарап едім. Ол жерден бір қыз қарап тұрды. Жүрегім зәр түбіне жетті. Абырой болғанда бұл менің түсім болып шықты. Міне, бұл да бір қорқынышты әңгіме десек болады. Бітті ма не? Біткен сияқты. Ей, қарабет, қарабет. Әрі қарай ештеңең жоқ болса, немене кет шығардың? Ойбай-ай, елдің ұят болды. Ойбай-ай. Осымен видеомыз өз мәресіне де келіп жетті. Аю мырза қысқа болды деп ұрсып жатыр. Иә, қысқа болса ренжімеңіздер, менің ұйқым келді. Видео ұнаса лайк басып арнаға тіркеліп, ұйықтар алдында бұл видеоны достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Хан, сау болыңыздар. Чао.